Biz qayda keldik? Dubayga keldik. Dubayda necha kun bo'lamiz? 3 kun bo'lamiz. Tak, bizning sostav, bizning komanda. Alga Qozog'iston. Alga Qozog'iston. Biz birgamiz. Так, bizde проблема кішігірім. Оказывается, biz 3 номерге заказ бердік, бірақ оның 2-і тіркелмеген, тек бір ғана номер қабылданған. Ал бізде 6 адам и бір кішкентай баламен бармыз. Ол проблема шешілгенше былай қыдыра тұруға болады. Бізде проблема шешілді и бұл жерде налог бар екен. 45 дирхам налог төлеп жатырмыз. Бұл примерно бір 5800 теңгедей болып тұр. Біз сафарияға келдік, кішкене настроение болған жоқ, өйткені қонақ үйге орналасылған жоқпыз толықтай. Сонымен қатар душқа түсемін, жаңағыдай бір өзімше пландар құрған, бірақ оның ешқайсысы орындалған жоқ. Сондықтан көңіл күйім төмен түсіп қалды. Дегенмен әрбір нәрсенің бір қайыры бар, және оны күтетін боламын. Қазір мен сіздерге вау нәрсені көрсетемін, реально вау. Вот. Классно, да? Север, кәлі. Күшті, север. О, әдем кетті атыр. О. Бізде қазір. Вот, смотрите. Бізде назақ террасы. Ойламайды. Сіз нешінші рет болып тұрсыз мұнда? Және де бізде центральный алаңда, бұлар бізде не бар? Ол жерде кастайнс жота болатыр. Сіздің қыздарыңыз ба точно? Біздің қыздар әрине. Біз VIP орын сатып алдық. Бейші қыздарын бейін көргім келіп батыр. Мына қараңыздаршы. Атмосфера бөлек. Так, $20 мынандай керемет фуршет кіреді. Я өте ұнап отыр. Зере. Ол ана қызға. О, давай. Нормально. Кілең шашлыктардың бірақ әртүрлісін. Өте керемет. Бірақ мына ашы екен, алмаңдар. Қақан жоқ. Так, жалғастырамыз. Мінеки, наның барлығы тегін.
минут тегін болғанда енді сол вип орынға 8.000-ның ішіне кіреді. И мында шашликтер, и бұлар да тегін. Қараңыздаршы, қандай әдемі да. Нан, бәрі тегін, бәрі. Қыстыгүні қарбыз жегіміз келсе, Дубайға келеміз. Обязательно. Көрейік қазір дәмін қараймыз. Біздің қарбыздарға ұқсай ма, ұқсамай ма. И мына десерттер, бізде пахлава бар, қазір пахлавадан да алам. Мен Айболаттың соған қараған көрдім. Айболат саған сол ұнады ма? Сіздің бұған ойыңыз қандай? Қарады ғой прям. Үшті дата ұнаған ғой оған. Күшті бәрімізге ұнады. Болды ғой деп қойшы. Үлкеніне сұрайық. Апа, сізге қалай? Күшті, рахмет, балама рахмет, сіздерге рахмет, компания күшті. Okay. Did you like? Merry Christmas. Huh? What? Did you like this? Yeah. Safari. It's Comments on Safari. Merry Christmas to you. Қайырлы таң барлықтарыңызға. Біз завтракке түстік. Енді қазір тамақ ішетін боламыз. Завтрак бізде бесплатный, сол турдың ішіне қосылып кетті. Мен кеше күні бойы видео түсіргем, оның дауысы жазылмай қалыпты. Петличка Масудтан кейбір жерлерде музыкасы көресіздер. Бүгін де сондай жағдай болса, кешірім сұраймын. Мен байқағаным, бұлардың тамақтары кішкене ашылау бола ма, сондай екен. Өйткені кешегіде тамақтар кішкене ашылау болды. Олар өздерінің еш шығар. Бұлай барлығы жазылып тұрады. Чек. Кешегі мен мекендейім әдем болып тұрып еді. Так, мында сыр, колбаса, мынаны бәрі жегім келеді. Қазір бәріне жабыспай тек бір-екі сәт алу керек. Красота. Апельсиновый, яблочный и сосын детокс флора дейді. Содан кейін процессура. Қайсысын аламыз? Біз Түркияда жүргенде тек лимонный сок тұратын еді.
жаңа басқа соқтар тұрмайтын. Оказывается, мында бәрі тура екен. Осындай әдемі витпен Дубайда тамақ ішіп отырмыз. Нұрбек такой счастливый, тамақты жеп алған, қарны аш емес. Халдеріңіз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Жалпы менде барлығы жақсы, көріп тұрғандарыңыздай. Бұрын мен ойлайтын едім, Дубайға барып қызық емес, ол жерде ештеңе жоқ, көретін архитектурасы жоқ, я болмаса бір тарихы жоқ деген сияқты ойлар болады. Дегенмен көруге, келуге болатын жер екен. Мен осы уақытқа дейін біз 3 мемлекетте болдық. Түркияда болдық, Түркияның Стамбул қаласында, Грузияның Кутаиси және Батуми қаласында. И Дубайдамыз, Алла қаласа ертең Абу-Дабиге барамыз. Жалпы айтқанда, бұның барлығы керемет, бірақ менде бір қалау деймін ба, өтініш деймін ба, немесе тілек деймін ба, қалай десем болады. Сондай бір нәрсе бар, ол қазіргі таңда менің барлық шығындарымды менің жолдасым көтеріп жатыр. Мемлекеттерге шығуым, жаңағыдай гостиница болсын, турлар болсын, барлығын көтеріп жатқан ол менің жолдасым. Оған үлкен рахмет, Алла разы болсын, барлығын көтеріп жатыр. Андай не бар ғой, тұран шықты ғой, это сумку мне муж купил дейтін. Короче, сондай. И я хочу өзімнің ақшама, өзімнің жаңағыдай қаражатыма, өзімнің жинаған табысыма шетел аралағым келеді, көргім келеді. Қатты армандаймын, Европаға барғым келеді. Сестренкамның қолы шығып кете беретін еді. И дәл сондай жағдай тағы да орын алды Дубайда. И бізде қазір скорый шақырайын деп жатырмыз. Ресепшнге айттым, олар скорый шақырады қазір. И бізде страховка бар. Бұл ең жақсы жері страховка, бізде $10,000 дейін тегінен беруге болады. If there is any shoulder dislocation, only like this. This okay, this okay. Okay? Yeah. Just remove pain, complaining now. So Yeah, there is a pain. Жері сол. Скорый келгенде Нұргүлден қолың ауырып тұрмаса, жоқ дейді ғой. Жоқ дейді, қолың ауырып. Мен қолы шыққан адамдар мені түсінеді. Менде шыққаннан кейін, салғаннан кейін ауыртпалық болады. Дәл сол ауыртпалық кешеден бері болды. Сол үшін мен ауыртпалық болды. Ол ауру емес, ауыртпалық прям қолым дейтін. Бір жат көтеріп тұрған кезде апарылып тұрады ғой, сондай болып тұрды. И сол үшін мен волноваться еттім, бірақ Айгүл скорый шақырады деп ойлаған жоқпын. Айгүл шақырған мен емес. Так, осындай бүркене киіп бассейнге келдік. 18-ші қабатта бізде бассейн бар екен. Жалпы 4 жұлдызды қонақ үйлерде бассейн болмайтын еді, бірақ Дубайда бар екен. Дегі бассейн, Нұргүл дейтін күшті демалып жүр. Болашақ музейіне бардық. Енді Бурдж Аль-Арабқа келіп тұрмыз. Барлығы осында суретке түсуде. Басында негізі сити тур дегенге біз ойлаған едік, что әр жерге тоқтап, бір ыңғайлы жер болады. Локация олай емес екен. Тек кейбір жерлерге тек локацияға тоқтаймыз, и суретке түсеміз, кетеміз. И бұл турдың өзі $40 тұрады адам басына. Бағына жақындадық, гүлдер бағына келіп қалдық. Билет сатып алдық. Билет бізде бағасы $10,000-ға жуық теңге. Қазір билетімізді көрсетеміз. Контент түсіру үшін осындай киім жасап жатырмыз.
жақсы деп бағалайсыздар деген ойдамын. Таңғы кейін түскі ішуге уақыт болған жоқ. Өйткені сити турда жүрдік. Сол үшін қазір тамақ ішуге барамыз. И бұл обед, и ужин. Мына жерде адам көп, и біз қасымыздағы адамдармен араласып қалдық. Қараңыздаршы, көп адам совсем. Алғаш рет Макдональдс жейін деп жатырмыз. Мен жейін жатырмын, точнее. Так, 106 неге дирхамға алдық. 2 тауықпен и 1 етпен. Будем кушать. Биг Мак. Биг Чикен да, сондай. Күшік сияқты. Тамақ ішіп болған соң, енді бізді жаңағыдай водитель күтіп тұр. Фонтанға баруымыз керек деп өзімізде шығып, водительді шақырып, оны тауып жүрсек, Фонтан Дубай молда екен, аквариум Дубай молда екен, содан кейін каток Дубай молда екен. Короче, айтқанда барлық қызық заттар Дубай молда екен. Өзінде де, торговый центрдің өзінде де. И Бурж Халифада Дубай молдың қасында екен. Жарымда бастап ашылады екен. Мына біздің әдемі сондай керемет дастархан. Мешіттің астына билет алдық, ана жерде торговый центрда бәрі бар. И тамақ. Осылай тексеріп, 40 минутта тексерді. Содан кейін бүкіл біздің петличкамызды барлығын тартып алды. Олай жүруге болмайды екен. Өзінің ережелерімен таныстырды. Сонымен қатар алып барған бір сәнді сурет видеоға арналған киімдерімізді алып қалды. Олай да жүруге болмайды екен.
Біз барған уақытта намаз оқылған жоқ. Жұма күні және Рамазан айында оқылады екен бұл мешітте. Міндетті түрде осы Абу Дабидегі мешітке барыңыздар, көріңіздер. Өте әдемі, өте керемет мешіт. Бізге ұнады. Қонақ үйге бару үшін осындай ұзын таксидің кезегіне тұрдық, бірақ бұл дұрыс емес екен, біз қателесіппіз. Турагент екеуміз бір-бірімізді түсінбей, осындай бір келеңсіз жағдай болып қалды, бірақ әйтеуір яхтаға жеттік. Міне яхтада күшті болып отырмыз. Осымен бүгінгі күн бітті, ертең жолға шығамыз.